бір жылы Кенесары қалың қолымен арқаның бетбақтала жақ жапсарындағы Болат, Тайатқан, Шұнақ, Мұңлы, Қолы тауларын тұрақ етеді. Бұл жерлер Шұбартпалы, Тарақты, Тама руларының іргелес қонып жайлатқан мекені. Сол жылы Кенесары інісі Наурызбайдың жанына 47 қосып, кіші жүздің Тілеуқабақ деген ірі байына аттандырып, жасағына жұмсайтын мал алдырмақ болады. Наурызбайдың от пен судан қайтпай жалындап тұрған кезі. Оның үстіне қаһарлы ағасына арқа сүйді. Содан соңда батыл қимылдап, үш бурыл өзенін қиып өтіп, Тілеуқабақтың 3 қос жылқысын айдап жөнелсе керек. Сол кезде Тілеуқабақтың ержеткен Әлі, Мұса деген 2 ұлы Ханшайым атты ақылына көркі сай қызы болады екен. Қолды болған малдың соңына түскен Әлі мен Мұсаны Наурызбай жалғыз өзі қарсы алып, екеуін де қуып тастайды. Сонда намысқа шыдамай Ханшайым атқа мініп, Наурызбайды жекпе-жекке шақырады. Күш қайратына сенімді Наурызбай қызға қол көтеруге намыстанып, Ханшайымды сөзге тартады. Қол көтеріп қарсыласатын емес, құшақ ашып жар ететін жан екенсің, депті Наурызбай. Сонда Ханшайым: құшақ ашып жар етсең басыңа басым тең, Наурызбай. Бірақ ата салтынан үлкен емессің. Өлетін мал мен тозатын дүниенің жолында әруаққа шет болмағайсың, деген екен. Сол жолы Наурызбай Ханшайымның ақыл парасатына тәнті болып, көңілі құлай беріліп, жылқыны өз өрісіне кері айдатады. Содан соң Тілеуқабаққа кісі салып, құдалық сөйлесіп, ақыры Ханшайымды алып қайтады. Ханшайымның келін болып түскен жері Болат, Тайатқан, Шұнақ тауларының бетбақтала жағындағы Майтөккен деген жер. Кенесары соңынан ерген жалғыз інісінің бас қырауына ұлан асыр той жасайды. Көп мал сойылып, ақ май ағып, жайлы сорпа көп төгілген осы жұрт кейін Майтөккен аталып кеткен. Наурызбайдың үйлену тойы дүрілдеп өткен соң 2 жасқа арналып алтын үзікті ақ отау тігіледі. Ел жұрт Наурызбай мен Ханшайымға ақ тілеу айтып, оң аяқпен босаға аттатады. Жортуылда жүрген елдің ұйқысы сергек, етек жеңі жинақы болатын әдеті ғой. Бірде Наурызбай ерте тұрып, жасақ қосын аралауға кетеді. Сонда сыртта жүрген Кенесары отау үйдің жанынан өтіп бара жатып, жабықтан қарап еді дейді. Бұл кезде Ханшайым отау ортасына қойылған жезлеген үстінде суға түсіп тұрса керек. Кенесары өңі жылып, жымия күлген қалпы бұрылып кетеді. Ханның осынау тосын қылығын байқап қалған бәйбішесі: мұның не? деп сұрағанда, Кенесары: бір шүйке басқа бола құрғол келгені қалай деп пұшайман болып жүр едім. Науанымның қосағы 3 қос жылқыға тұрады екен, депті. Бұл сөзді естігенде ханның ырымшыл бәйбішесі: апырай, көзің жаман еді, сұғың өтермекен, түкір, деп шырпыр болады. Айтқанындай арада 3 күн өткенде ару Ханшайым аз сәтте қарайып дүние салады. Ел жұрт күні бүгінге дейін Ханшайым сұлуға кене ханның көзі тиіп еді дейді. Осы оқиғаны бала кезінде жалықпай тыңдап өскен ықылас есейген шағында күй етіп тартып, оны Ханшайым деп атаған. Ханшайым десе дегендей, күй мейлінше нәзік, сырлы, сұлу бітімді. Қарапайым ғана қайырымдары тыңдаушы көкірегіне тез қонақтап, бірер толғамды тез жатталып, күй тұнған соңда әсем сарыны қайта жаңғырып соңынан қалмайды. Әсіресе жалқа шекпен сыза қайратын тұстары Ханшайымдай арудың ойлы мұңға батқан парасатты тұлғасын санаңа ұялатқандай болады.